Астырышы ағаларым жана Алихан бауырымызға, қыздарымызға үлкен рахмет. Бағаласа, тек осындай кездесу емес, басқа қуанышты күнімізде де өмір болғаннан кейін қиыншылық жағдайда болады. Сол кезде бірімізді демеп жіберсек, қуанышты бірге бөліссек деген жағдайлар болса, бәріміз бірге болайық, аман болайық, деніміз сау болып, отамыз бұдан да тола берсін. Сіздеріңіз үшін рахмет. Садат апай деп атыстар ғой. Садат апай, сіздің бақытсыз. Мына сіздің өсірген ұлдарыңыз, тәрбиелі бір отбасы иесі, бір маман иесі. Осындай оқушыларыңыздың жеңісін көргенде қандай марқайып қаласыз? Негізі өзімге педагогпын ғой, соған сүйене отырып айтып отырмын. Осы жерде жиылып отқан мынау біздің жігіттің кластастары, және менің әпкелерім, менің ағаларымның кластастары. Осылардың арқасынан еріп келемін мен де. Баста класс оқып жүрген кезде, осылар жиналған кезде сығалап жүретін осылардың несін, жиындарын ортасына қалмай тұстыққа мінеген мына сәкең ұстап алып. Мына отырған орындарымыз жоғалмасын. Осындай той барлықтарыңызға жұғысты болсын. Бұндай керемет кеш, қандай әдемі, көрікті ұл қыздар отыр. Осындай көрікті ұл қыздардан көрікті ұл қыз, ұл бала тәрбиелеп отыр бұлар. Мына менің ағам да, менің ниятта жұбайым да сөзі бекер емес. Сіздерді көріп, не дейді? Ұлын, қызын көріп, шешесін көріп, қызын ал демекші, біз соған қызығып отырмыз. Отырған орындарыңыз жоғалмасын, осындай той жұғысты болсын. 35 жылдық деген кереметтей мына не дейді? Мектеп өміріне 10 сыныпқа қайта оралдық қазір барлықтарыңызды көріп. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Барлықтарыңыз енді бұдан былай немере, шөбере сүйіп отырсыздар ғой, немере, көбіңіз немере сүйіп тапсыздар. Мына ештен кеш жақсы демекші, мына менің ағам әлі немере сүйген жоқпын дейді, мына менің жұбайым әлі немере сүйген жоқпын дейді. Құда қаласа, не дейді, көрінген таудың алыстығы жоқ. Осы немере сүйгендердің жұғысты болсын біздерге. Дендеріңіз сау болсын. Сол үшін тартқандарыңызша алып қойыңыздар 100 граммнан. Бәрекелі бір жақсылап тос көтеріп қойсаңыздар менде. Алыңыздар. Ойлайды екенбізді шақырғандарыңа рахмет. Сендерді көргеніме өте қуаныштымын. Біздің өз бүгін бір шаруам бар еді. Алдарым естің алдына келіп күтіп тұрмын еді. Сарыағашқа жүруімізге деген. Әлде де балдарыма тұра тұрыңдар, бармасам болмайды, ұятты. Сөздерімді қимай, өздеріңді келгесін кетуге қимай тұрмын. Бірақ амалым жоқ. Рахмет сіздерге. Рахмет апай. Орасан олардан әрине шәкірттеріңіз сіздерге сіздің тілегіңіз, қай сөзіңіз болса да жерге тастамайды ғой. Сондықтан арларыңыз кәдімгі шығарып солай апайымызды. Рахмет сізге, бәрекелді шәкірттеріңіз. Бір жасырып көңілді өзіңді болсын. Нұрмағали, ажақ көтеріп қойғыл, бәкем, ертіріп қимылдайықта. Ары қарай. Сәкеңде бір приз бар. Ары қарай. Бәрекелді бір рет алды тағы да. Қимылдаймыз, қимылдаймыз, ары қарай. Бірінші, бәрекелді, келесі. Бәрекелді, апиғансы, шүрі кемені.
силы, где зубов кругом облетают весны. Бәрекелді! Бір салып, екі приз бар. Соңғы музыкамыз кәніге. Соңғы. Ай, бәрекелді! Махаббат станциясы! Бәрекелді, мен енді призм берейін. Айтылған сөз атылған отпен кеттік. Сондықтан балаттарымызға арнайы сыйлығымыз. Сәкен бесеу тапты. Бұл кісі төртеу ма үшеу тапты? Төртеу. Сәбит ағамыз, иә. Бесеуін тапты, бұл кісі төртеу тапты. Одан табылған екеу бұл жақта тұр. Енді бір кісі тұр. Сонда дұрыс па? Сондықтан ең соңғысы махаббат станциясын тапқан кісі. Дұрыс шешім деймін, дұрыс па? Бәрекелді, рахмет. Әлия жеңгемізді шақырсақ, және де осылар қыздардың атынан Бақтияр ағамыз бен Тоқтаргүл әпкемізді шақырсақ, кәніке. Арнайы қошемет болсын, бір-бірімізге қошеметтеп, бірге көтеріп отырайық. Ал бәке, мұна қуаныш құтты болсын. Осы кісіден бастаймыз ба? Бұл кісі риза болса, біз риза дегенде болдыңыз ба? Бәрекелді. Енді бұл кісілерде маған алыс емес, тамыз. Осылай қуанышта, жақсылықта менің әрдайым бірге, қуанышты бірге бөлісеміз. Сондықтан мұна тойдыман адамға белеспеген, алдын ала ақылдасар кеңеспеген. Мінеке Бақтияр ағамды төлеген десем, Тоқтаргүлдей әпкемді Қыжыбекте белестетем. Мына біздің қазақ ежелден көреген, аялайды махаббатты көнеден. Тоқтаргүл әпкемді Бақтияр ағам сүйгендей Қыжыбекті сүймеген ғой төлеген деп қояйық. Мынау сұлуды көрген сері жігітте ешқайда, сезіміне сыймай жүр ғой ешқайда. Тоқтаргүл әпкемді мінеке Бақтияр ағам сүйгендей қорлан қызды сүймеген ғой ешқайда. Махаббаттан жан бар мекен сезбеген, мінеке адамзаттың бар денесін билеген. Тоқтаргүл әпкемді Бақтияр ағам сүйгендей, Ромеода Джульеттасын сүймеген деп қояқта. Сондықтан мұна қуаныш құтты болсын, мына достықтарыңыз арта берсін, орталарыңыз көбейе берсін. Құда жекжат болып, сыйласып, мінеке достықтың арқылы ағаларымыз айтып жатыр. Сондай бір үлкен қуаныш тойға ұласа берсін деп, бұл қол шапалақтап, Тоқтаргүл әпкемізге берейік. Тамада сөз берген үшін рахмет. Ал мына жерде класстастарым, барлықтарың менің жанымсыңдар ғой. Мен өзім осы қалаға, Шымкент қаласына бар ғой, осы отырғандарыңыздың ең бірінші мен келгенде 90 жылы келгем. Сөйтіп 90 жылы келіп, сонымен араласатын ешкім жоқ менімен. Қатты сағынатымын сендер. Осы отырған класстастарым барлығын сағынатымын. Сөйтіп бір күн жүрсін келді қалаға. Сөйтіп жүрсін келген кезде как раз мен Бақтияр екеуміз басқа бір жаққа кетіппіз. Сөйтіп жүрсіндегі маған запись тастап кетті. Тоқтаргүл, мен келдім қалаға, қайдасыңдар деп. Содан кейін мен бір өкініп жылағанымды айтсайшы. Неғып мен қыдырдым соны, неғып мен жүрсінді көрмей қалдым, мен класстасымды көрмей қалдым деп. Мен өзім бауырмашымын, жақсы көрем. Барлық адамдарды бауырға тартып жүргенді. Соныменен ертесіне жүрсін тағы келді. Соныменен не керек? Тура осы құрылтай көшпегендей болды ғой маған. Құрылтай көшпегендей болды. Соныменен не керек? Мынаяқтан Зағира класстасым бір күн іздеп ол келді. Соныменен үшеуміз отырып, не жүрсін мынауымыз? Бармысың бауырымға берейік осы класстастардың барлығын. Сөйтіп бір
15 жылдық өткізейік деп біз 15 жылдан бастағанбыз. Әні 15 жылдық өткізейік мәне деп жүргенде міне 35 жыл өтіп кетіпті арада. Бұл да енді ештен кеш жақсы дейді ғой. Міне Құдайға шүкір, мына жерде бәріміздің басымыз бірігіп отырмыз. Арамызда енді марқұм мынау екі кластасымыз арамызда жоқ. Енді олардың жатқан жері жайлы болсын. Мына қалған ұрпақтары аман болсын. Мына әкесімен көрмеген келіншегінің атын Ералы қыздардың енді мен кластасымнан көрмеген рахатты Құда қаласа мынау балдар қыздарынан көреді айналайын. Ол да бір Құдайдың сынағы ғой. Өзіне күш қуат берсін. Сен немерелі болдың деп жүрегің жарылып отырғаныңа біз де қуанып отырмыз, қуаныштымыз. Соларды Құда қаласа жақсылап тәрбиелейсің ғой енді. Ана деген сондай ғой. Енді не дейміз енді? Міне өзімізді таныстырып өтейін. Мен алдында тұрған бәрін танисыңдар, Бақтияр жолдасым болады. Енді өзімнің Құдай берген бір қыз, екі ұлым бар. Бір қызымды тұрмысқа бергем, бір баламды үйлендіргем, енді бір бойдағым бар. 4 немерем бар. Құда қаласа, барлықтарыңыз жұмысты болсын. Осы мен сияқты жап-жас апа, әже бола беріңдер. Әже болып кеттік қой біз. Былайша әже деген кезде сынасың ғой. Не дейміз, бәріне сондай жұмысты болсын, немерелерің көп болсын. Құда қаласа, өйстіп орнымыз жоқ болмасын. Бәріміз бақытты болайық. Құда қаласа енді тек осы 35 жылдықпен тоқтатқанастан, біз бұл жерде Зағира мен Айхан мына жерде ұлтуардар бізге қосылады. Жүрсін 4-5-імізге. Сендер де бір жан-жақтан бір ұйымдастырып әйтеуір тойды мына істесеңдер, шақырыңдар, Құда қаласа барамыз, араласайық. Енді қамшының несінде қалды ғой өміріміз. Мына 50-ден астық уже. Ол 50-ден асқан екен уже бір-бірімізді іздеп, қыдырып жүрейік. Тек қана біз енді қыдыру ғой. Бәріміз бақытты болайық. Рахмет әпке, айтқандарыңыз келсін, мінекей жаңа айтып жатырмыз, орталарыңыз сола берсін, қуаныштарыңыз молая берсін деп әрдайым мінекей отырған орындарыңыз төр болып, Құда қаласа ұл қыздардың қызын көре беріңіздер. Ұлдарымыз сияқты, қыздарымыз қанатты болсын деп жаңа сөз басында айтып өттім ғой. Соның бәрі сіздерге мінекей жолсыз бола берсін. Ары қарай бәке енді сіздерді мінекей айырмай жұптап тектірейік, өзіңізден мынау күйеуалдар атынан да бір сөз бастаңыз енді. Мына қазақта бір керемет сөз бар ғой, құрметті ағалар. Күйеулерді сыйламай болмай екен, мінездерін көріп ала бөтен. Күйеу дұшпан деген сөз бекер болып пайғамбарға сыйлы болып қалған екен дейді. Пайғамбардың өзі сыйлаған, біз де енді күйеу деп бөлмейміз, біз доспыз, біз мінекей әрдайым осы жақсылықта бірге боламыз. Сондықтан бәке өзіңізден де. Рахмет, Тамара жолдас. Мынау жаңағы енді Тоқтаргүлдің кластастасы болған, біздің кластасы болады. Сойтбашы 35 жылдық неғылады емесіне рахмет. Мынау жолдастарым, келіншектерім, бәрін жинап жатсыңдар, рахмет. Мынау отырыс жақсы отырыс тұрып жатыр. Мынау отырысты жалғаса берсін. Еліміз сау болсын. Не дейміз мынау? Жақсылықта үстін ойлап күн жүре берейік. Жаңа немере сүйемесін жаңағы. Бойдақтарымыз жүре берсін дегендей. Келейміз. Жақсылық аманшылық деймін. Рахмет бәке. Ал, сәке, құда қуанышты болсын Зодыраға, әлежіңге. Мына енді басқаны қайдан сізде мына мектепте музыкаға жақын болғансау дей ма? Кейіннен оянды ма музыкаға деген? Жаңа сіздің кинофильмдерді... Бәсе. Ештен кеш жақсы деп жатыр ғой жаңа. Соның бір несі ғой жаңа, результаты байқадыңыз ба? Сырас тауып атсыздар. Сондықтан мәнеке қуаныш құтты болсын, жақсылығымыз мол болсын деп өзіңізге тілек болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Мына кластастар, өзіңізге 35 жылдық болсын, еліңіз сау болсын. Бұдан кейін 35 қарақтағаны 50 жыл тауға берейік. Еліңіз сау болып, әрқашан
Görgенimiz toy olsun, kılağımız toy olsun deydi. Nebire şöyle mol olsun. Arkadaşlar kuvanışta nebire olur. Kıvanç verin ya, kıvançtan nasip. Осы 35 жылдық тойларым бола берсін, тойларым тойға болса берсін. Бұл да бір той ғой. Осылардың сөздеріне қосыламын. Жақсы сөздер айтылып жатыр. Қуанышты болып, немерелі болып, дебатымыз құда қалса. Бізде менде 3 балам бар, 2 келінім бар. Құда қалса осылардың несі бағыт жұмысты болсын, немеге құтып отырмыз құда қалса. Құда қалса 5 балаға шақырайық. Осылардың несі бізге жұмысты болсын. Бәрекелді, бір естелікке суретке түсіп олайық. Мына бүгін енді тойға шақырайық, жақсылыққа шақырайық деп жатырмыз. Сол ниеттеріңізге жетіңіздер. Бірақ сол күй қалып қоймас, мынау қазір электрон сот күнінің заманы ғой. Бірімлеріңіздің өмірлеріңізді жазып алып. Подаркілеріңізбен, әрине сессия бастарыңызбен ортада тұрсаңыздар. Бір керемет естелік. Тасызды. Сізде жаңа айтыңыз, бір ауылда мешірлеріңізді аңдып жүретін біздер. Иә, сонда бір естелік болып қалсын, қолдарыңызды алдарыңызға қойасыздар ма бәрекелді. Кәнекей, жасап бір естелікке суретке алайық. Ағалар. Бәрекелді құтты болсын, әреке орамал. Топ болмайды, жол болады дейді. Сол жолын жасап жатыр жігіттеріңіз енді. Бәрекелді. Ай, бәрекелді. Рахмет. Тойда қайсыз деп жатыр қыздар. Рахмет, төрлетіңізді. Құда қаласа, бір ауыз снег содан соң арнайы ортаға сіздерді осы топтарымызбен, осы жұрттарымызбен арнайы құда қаласа биге шақырамыз.
бәрекелді. Төрліктерді шақырсақ, ендеше төрімізге осында ағаларымыз атынан бүгінгі осы кешіміздің мінекей осы басымыздың қосылуына ұйытқы болған осында ел ағаларымыз отыр. Мына жақсының жақсылығын айт, нұр тасын дейді, жаңа айтып жатырмыз ғой. Осындай үлкен азаматтарымыз, мына дос болайық, кластас болайық. Біздің қазағымызда осындай үлкен азаматтар, ер азаматтарымыз аман болса, әлі бұндай тойлардың, бұндай кездесулердің талайы болады. Соның бірі бүгін осы кешімізге жаңа айтып, ұйытқы болып отырған Әлихан ағамыз бен Айнұр жеңгемізді, және де осы өздеріңіздің кластас құрбыларыңыз Роза ханым мен мінекей Бақтияр мырзаны ортаға бірге шақырсам, және кластастар атынан Әбдіқадыр Нышангүл деп бірге шақырсам. Келіңіздер, кәнеге осы ататалған ағаларымыз бірге келсеңіздер, жақсы бір тілекті достарыңызға тарту етіп берсеңіздер, жағынырақ тұрыңыздар деп жатыр әр жақта сәкің. Бәрекелді. Ал ағалар, мінекей әпкелер, жеңгелер, мына қуанышты болсын. Бұның өзі бір ғанибет. Бұндай басқосуды ұйымдастыра білетін ағалар да бар, ұйымдастырамайтындар да бар. Соның бәрі мінекей болып жатқан өздеріңіздің арқаларыңыз. Сондықтан құда қалса 40 жыл, 45, 50 жыл болып құда қалса осы кештеріңіз жалғаса берсін дейміз. Соған баршаңыз тілектеспіз. Ендеше мына баршаңызға ағайын нұр жаусын, отырған ұлымды ағалар. Келгенде бүгін мінекей Әлихандай ағаларымыз осы қуаныш тойды, кешті арманда, мына туған туыс ұрпағы қарсы алғандай ағалар десек, бүгінгі мінекей Әлеке кештеріңіз құтты болсын. Жаңа айтып жатырмыз ғой, ер азаматтардан өздеріңіз бастап, мінекей қыздар жаңа қоштап, бұндай кешті жаңа айтып жатырмын, ұйымдастыру оңай емес, өйткені өзімнің де басында болған. Мен иіс күлтүрінің 90-95 деп тұр, 2005-те 20 жылдықты ұйымдастырмам мен. Бір-екі қызды жаңа өздеріңіз сияқты қасыма қосып алып. Жаңа алыста бар, жан-жақтан зорға жинап, бұның өзі үлкен еңбек, үлкен тірлік. Соның бәрін тілін тауып, бүгінгі осыда қуанышта барша көп көзіңіз түгел айтсақ та жарасады, мінекей түгелденіп бір керемет кешіміз ұйымдастырылып жатыр. Ендеше мына қуаныш құтты болсын. Осы той деп айтамыз ғой біз қазақ халқы, тойымыз той болсын дейміз әлі. Қыздың жолы жіңішке бір Роза ханым